Өкінішке қарай Дания құрамасының кек алу операциясын тоқтата алған жоқпыз. Біздің футболшылар 2024 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңінде осымен 3-ші рет жеңіліп отыр. Копенгагенде алаң иелері Данияға жол бердік. Осы жеңілістен кейін Қазақстан құрамасының келесі жылы Еуропа чемпионатына жолдама алу мүмкіндігі күрт азайып кетті. Осымен бәрі бітті дей беруге де болатын шығар. Бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш. Дания Қазақстан арасындағы кездесу матч қалай өрбігенін, енді қандай мүмкіндік барын айтамыз бүгін. Видео басталмас бұрын YouTube каналымызға жазылып, лайк басып, кез келген комментарий жазыңыздар. Және екінші тайм жобасының Telegram және Instagram парақшалары бар. Сілтемесі төменде болады, жазылып қойыңыздар. Достарымыз, теннисі KZ-тің 30 ойыны жалғасып жатыр. Қазақстандағы ең көңілді букмекерден Zikr 001 және Volkswagen ID4 электрокарларын жеңіп алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін жай ғана бәс тігіп, сары және қызыл купондар жинасаңыз жеткілікті. Купон көп болса, электрокарлардан бөлек фрибеттер, Apple техникаларын жеңіп алуға мүмкіндігіңіз де көп болады. Ал егер толығырақ ақпарат алып қатысам десеңіздер, төменге сілтемесін қалдырамын. Сәттілік. Дания, Қазақстан. Наурыздағы ғаламат камбэктен кейін даниялықтар Қазақстанды жылы қарсы алды деп айта алмаймыз. Сол бір жеңілістен кейін кек алғысы келіп көздері қанталап тұрған Копенгагендегі Паркен стадионы да лық толды. Қазақстаннан міндетті түрде кек алу керек деді даниялықтар. Біз Данияға бұрынғыдай аутсайдер ретінде емес, екі жолдаманың біріне таласып жатқан команда ретінде келдік. Бұл кездесу табиғи көгалда болған соң Қазақстан құрамасы алдын ала Алматыда жиналып, орталық стадионда дайындалған болатын. Ал Қазақстан құрамасының бас бапкері Магомед Адиев біраз таңғалдырды. Әдеттегідей 3 орталық қорғаушы бар, бірақ Ян Вараговский мен Асхат Тағыберген қосалқы құрамда қалды. Негізгі құрамда Бағдат Қайыров шыққаны біраз жанкүйерді таңғалдырып тастады негізі. Одан бөлек Қазақстан құрамасының шабуылына жауап беретін Айымбетов, Самародов, Оразов және Бақтияр Зайнудинов бір уақытта негізгі құрамда шықты. Алғаш рет. Сергей Малый жарақатына байланысты бұл кездесуге қатысқан жоқ. Ал Абзал Бейсебеков алғаш рет Қазақстан құрамасының капитаны атанды. Ал алаң иелері Дания құрамасынан мықтының бәрі шықты. Шмейхель, Кер, Эриксон, Хойберг, Хойлунд. Бір қызығы, кеше негізгі құрамда шыққан 11 даниялықтың екеуі ғана топ-5 лигада ойнамайды. Каспер Шмейхель мен Каспер Дольберг бельгиялық Андерлехттен шақырту алған болатын. Қалғанның бәрі топ-5 лиганың футболшылары. Барселона, Тоттенхем, Милан, Манчестер Юнайтед футболшыларын қарасаңыз қорқасың ғой. Бірақ Қазақстан құрамасы да қазір ақырындап қорқынышты болмаса да қарсыласты үрейлендіретін құрам жинап жатыр. Бешикташ, Зенит, Ахмат, Копер, МТ, Белград. Соңғы жағы енді қорқынышты емес, бірақ жайлап енді өседі ғой. Айтпақшы, Қазақстан құрамасы Данияға 100% көрсеткішпен келді. Осы іріктеуде қазақстандықтар сырт алаңда мүлдем жеңілмеген. Биыл қонақта Сан-Марино мен Солтүстік Ирландияны жеңген болатынбыз. Бір ұпай жоғалтқан жоқпыз. Матчтағы алғашқы қауіпті шабуылды даниялықтар ұйымдастырды. 8-ші минутта даниялықтардың шабуылы алыс бұрышқа соққы жасаумен аяқталған, бірақ сәл қиыс кетті. Ал 28-ші минутта қазақстандықтар айып соққысын орындауға мүмкіндік алған, нүктеге Бақтияр Зайнудинов келді, себебі Асхат болған жоқ. Ал Бақаның тепкен добы қиыс кетті. Осындайда тепсе Асхат дейтін бір Тағыберген болмай қалады ғой. Тағыберген Шмейхелдің қақпасына тағы гол соғатын еді. 36-ші минутта алғашқы гол соғылды, өкінішке қарай біздің қақпаға. 36-ші минутта Вольсбург шабуылшысы Йонас Винт гол соқты. Алғашқы тура соққы, алғашқы гол. Бұл жерде біздің қорғаушылар сәл ұйықтап қалды. Бірінші тайм аяқталар сәтте есеп 2-0 болды. Хофенхайм шабуылшысы Роберт Скоф өз командасының екінші голын салды. Бұл жерде бірақ шабуылдың бәрін ұйымдастырып берген Хойлунд болатын. Расмус біздің Марат Быстровты оп-оңай алдап өтті де, әріптесіне пас берген. Роберт болса Маречкинді жерге құлатып тастады да, жойқын соққы жасады. Қорғаушылардан ешкім көмектесе алмады. Екінші тайм басталар сәтте Скоф дубль автор атанды. Бұл жерде Эриксонның пасы өте тамаша. Деңгей деген осы. Бір ғана паспен бүкіл қорғанысымызды қиып өтті. Бірақ біздің футболшыларда қарап қалған жоқ. Адиев мырза екінші таймда Асхат Тағыберген мен Ян Вараговскийді шығарған. Міне өте дұрыс ауысым болды осы. Асхат Тағыберген тамаша паспен Бағдат Қайыровқа допты жеткізіп берген. Бағдат бірден Янға асырды. Вараговский болса есепті 3-1 қылды. Тағыберген шабуылды бастады, Ян түйіндетті. Тамаша. Бірнеше минуттан кейін Қайыровтың өзі де гол соғатын тамаша мүмкіндікке ие болды. Оң қанаттан әдемі ашылып, баспен соққы жасаған болатын. Сәл ғана қиыс кетті. Сантиметрлер. Тура сол кезде есеп 3-2 болған кезде мүмкін тағы бір камбек көріп қалатын белік. Әттеген-ай деген керемет бір шабуыл болған. Өкінішке қарай Бағдаттың соққысы сәл ғана қиыс кетті. Одан кейін матчтың соңына қарай екі команда да көп шабуылдаған жоқ. Расын айтайық, Дания шабуылдағысы келген жоқ.
Қазақстан шабуылдай алмады. Бір-бірінің айбалаңына пас асырумен болды, бірақ ол қауіпті соққымен аяқтала қойған жоқ. Осылайша Копенгагенде өткен кездесуде Қазақстан құрамасы 3-1 есебімен жеңіліп қалды. H тобында бұған дейін Солтүстік Ирландия өз алаңында Сан-Мариноны 3-0 есебімен тасталқан етіп тастаған. Ал Словения болса Финляндиядан басым түсті. Ол жақта да 3-0 есебі тіркелді. Ал турнир кестесі осындай. Екі айқын фаворит анықталды дей беруге болатын шығар. Словения мен Данияда 16 ұпайдан, Финляндия мен Қазақстанда 12 ұпай бар. Біз әлі де 4-ші орында тұрмыз. Енді келесі матч сырт алаңда Финляндияға қарсы өтеді. 17 қазанда Хельсинкиде 3 ұпай алуға тырысамыз. Бұл кездесу Астана уақытымен 22:00-де басталады. Ал 8-ші турда Дания Сан-Мариноға қонаққа барса, Солтүстік Ирландия өз алаңында Словенияны қабылдайды. Дәл қазір Зайнутдиновтен бір ғана гол күтіп жүрміз. Бір ғана гол, себебі біраз уақыттан бері Руслан Балтиевтің рекорды жаңармай тұр. Зайнутдинов енді бір гол соқса, Балтиевті қуып жетеді, одан кейін тағы бір гол, міне Қазақстан құрамасының үздік сұрмергені ауысады. Бірақ расын айтқанда, Қазақстан құрамасында Баха өз ойынын таба алмай жүрген сияқты. Біз оны универсал деп мақтаймыз, бірақ дәл осы әмбебаптығы оның ойынын құртатын сияқты. Себебі кезінде ЦСКАда бөлек позицияда ойнады, бүгін Бешикташта бөлек позицияда жүр. Қазақстан құрамасындағы жұмысы, міндеті, позициясы мүлдем бөлек. Мұны Магомед Адиев те айтқан болатын, Бешикташқа енді ауысқан кезде бізге керек позицияда ойнап жүрген еді, бірақ бапкер ауысқасын соңғы матчтарда Зайнутдиновтың позициясы толығымен өзгеріп кетті. Түркиялық командадағы соңғы матчында ол сол қапталдағы қорғаушы позициясында ойнаған. Ал Қазақстан құрамасында орталық жартылай қорғаушы немесе шабуылдаушы жартылай қорғаушы, тіпті болмаса форвард позициясында ойнайды. Одан бөлек Абат Айымбетов қосалқы құрамнан шыққан кезде көбірек пайдасын тигізетін сияқты. Данияға қарсы камбекте де Солтүстік Ирландияға қарсы ғажайып голды да ол екінші таймда алаңға шыққан кезде соққан болатын. Ал алғашқы минуттардан шыққан кездесулерде өкінішке қарай көзге түсе алмай жүр. Соған қарағанда Адиев мырзаға оны алдағы ойындарда қосалқы құрамында шығарған дұрыс шығар. Себебі қарсыластың қорғаушылары шаршайды, ал Абаттың жылдамдығын білеміз біз. Флеш қой. Әйтпесе кеше Данияға қарсы кездесуде Самородов пен Абат Айымбетов бірінші минуттан алаңға шықты, екінші таймда үміттенетін ешкім болған жоқ қой. Ал енді Даниядан 1-3 есебімен жеңілу Қазақстан құрамасы үшін бір әбестік емес. Мұны кездесудің алдында біздің жанкүйерлер де жақсы білген шығар. Өйткені Дания бұл біздің топтың фавориті. Қазақстан алғаш рет іріктеудің 7-ші турында әлі де жолдамаға таласып жатыр. Жанкүйерлер бүгінде әр ойыннан жеңіс күтетін болған. Құраманың өзі соған үйретіп қойды, соған үміттендіріп қойды. Бірақ Копенгагенде Данияны жеңіп кеткенде нағыз ертегі болар еді. Бұл енді жай ғана ертегі болып қалды. Біз Даниядан 5-ші рет жеңіліп отырмыз. Қазақстан құрамасында бір ғана жеңіс бар. Бұған дейін Данияда өткен кездесулерде 3-0, 4-1 есептермен жеңіліп қалған едік. Бұл жолы 3-1 ғана. Дамып жатырық, өсіп жатырық. Келесіде 2-1 боламыз, 1-1, 0-0, сосын ұтып бастаймыз Данияда. Ал енді алда Финляндияға қарсы кездесу. Дания бізден кек аламыз деп жүрсе, біз финдерден кек алуымыз керек. Ол жақта тең есептің өзі жеткіліксіз. Тек қана жеңіс керек. 3 ұпай ауадай қажет болып тұр қазір. Жалпы Қазақстан құрамасының дәл қазір Еуропа чемпионатына жолдама алуға мүмкіндігі қалды ма? Математикалық, теориялық тұрғыда әрине қалды. Негізі турнир кестесін ашып қарайықшы. Қазақстан құрамасының еншісінде қазір 12 ұпай бар. Жолдама берілетін алғашқы 2 орынның иегерлері 16 ұпайдан еншіледі. Біз 4 ұпайға қалып тұрмыз. Ал іріктеудің аяқталуына 3 тур ғана қалды. Алдағы 3 турдың кем дегенде 2-ін жеңдік делік. 6 ұпай. 12-ге 6-ны қосамыз 18 ұпай. Ал Дания мен Словения құрамалары соңғы 3 матчтың тым болмаса біреуін жеңе алмайды дегенге сену өте қиын. Оның үстіне Данияның қарсыластарының ішінде Сан-Марино бар. 3 ұпай еншілеп тұр дейік. Яғни Қазақстан құрамасына Еуропа чемпионатына жолдама алу үшін қалған 3 матчтың 3-інде де жеңу қажет. Оның өзінде 100% жолдама аламыз деген сөз емес. Егер алдағы 3 ойында 9 ұпай алатын болсақ, еншімізде 21 ұпай болады. Дания мен Словения сонда да бізден озып кетуі мүмкін. Сондықтан дәл қазір Қазақстан құрамасының іріктеу арқылы Еуропа чемпионатына жолдама алу ықтималдығы 2-3% ғана шығар. Өте қиын жағдай болып тұр. Бүгінге осы Дания-Қазақстан матчы туралы ойларыңызды төменге жазыңыздар. Сонымен қатар Финляндияға қарсы кездесуде қандай құрам шығарған дұрыс, қандай есеп тіркелуі мүмкін, өздеріңіздің болжамдарыңызды да бөлісіңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, YouTube каналымызға жазылыңыздар. Тезірек 6000 жазылушыға жетейік. Одан бөлек комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Футболшыларымызға оян қазақ дейміз. Сау болыңыздар.